Женщина, выбросите сигарету. Я вас прошу. Не докурю и выброшу в общественном транспорте. Пожалуйста. Здесь сидят пожилые и беременные люди. Вам не стыдно? Ты не поймешь, что это правительство. Да мне плевать. Да плевать, да тебе на все, на или город нет. плевать. Ты сколько лет в городе живешь? А вы сколько? Вам сколько я лет? Я родилась здесь, я городская. Я тоже здесь родилась, я тоже городская. Хочешь, не воспитание, ничего, блядь. Жить? При людях стоите вот и курите. этот придурок газа дал, когда я входила, блядь. Городская, ладно, шо, мы ушла. Бүгін келсін табылсын деп табыс демек бүгін күзі той башқаша ырларымды силерге ырдағым келді той таптаса андықтан менің айтарым мындай митинг пикет болғанда жүрчелем ырды чача албай бирок мугалим жоголуп жатканда бул жака келдим агайын үйдөн отуруп жата албай бирөөбүз миңге тетебиз миңибиз бирге тетебиз андыктан мекенде көп окуя бири-бирден айта кетебиз биринчиси чоң алайдагы окуя Ақындың тілінде айтылсын қалбасын деймін құпия. Мынауы тажик билігі тажалдығын қойбоды. Тажы вирус өңденіп ажандығын қойбоды. Орозонun айында бұлоң боғырлар ойноды. Рахмон деген бір адам Рамазандан ойноды. Бирок бір Құдайға таянып Bir Құдайға сүйеніп тілегібізді қылабыз, Құдайым өзің барсың деп жүрегімізді қылабыз, андан кейінгі оқуя. Білбеген жанған әлбетте бір еле түрк жоғолды, білген жандарға біліміміз тонолды. Алеме Орханинан жөнінде бір айтып кетсем болор, мындан 30 жыл мұрын илгере ордомду желеп басқанда орыстан шығып өзінчө мамлекет оматтуу жолго шашқанда Қытайдың арақ шарабы қырғын салып басқанда Орхан бей келіп ошондо ондогон мектеп ачканда жоламан болуп кетерде жол көрсөткөн жаштарга маңкурт болуп кетерге максатты койгон асманга Адеми бүгін қарасаң уырлары кіріп мекенге уу чачып жатат тасмалға. Ошондуктан айтарым, мынау биздин жаштарға, мугалимди сыйласам жолуң айлансын дастанға. Мен айта турчу көп нерсе, албетте жарабастой шашқанға. Бүгүнкү менин кеңеш